Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін біз 5-ші программаларды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді шешу бөлімінің бірінші тақырыбын, яғни проблеманы анықтау тақырыбын қарастыратын боламыз. Яғни бүгінгі сабақта біз барлық тапсырмалардың, ол есеп түріндегі тапсырма болсын, моделін құруды үйренеміз. Яғни сәйкесінше ол модель бізде есепті шешу кезеңдеріне байланысты болады. Ал есепті шешу кезеңдері ол біздің өміріміздің кезеңдері сияқты. Мысал айтатын болсақ, ең алғашқы күннен бастап адам өмірде өз орнын табуға талпынатын болсын дейік. Яғни үлкен бір программа. Ең бірінші балабақшаға барады, одан кейін мектепке барады, одан кейін оқу орнына түседі, одан кейін маман иесі болып тәжірибе жинақтайды. Тәжірибе жинақтап болғаннан кейін барып адам өз өмірінде орнын табады. Яғни осындай тапсырмалар шешу барысында адамның ақыл ойы жетіледі, пайымдау артады, ақыл ой иесі ретінде қоғамда өмір сүруге бейімделеді. Сәйкесінше ойлау іс-әрекеті қалыптасады. Барлық кезеңнің өзінің жекеше модуль ретінде қарастыруға болады. Модуль демекші ол кішкене бөліктер деген сөз. Яғни бөліктерді біз кезеңге бөліп тастадық. Есепті шешу кезеңдері ең бірінші есептің шартын дұрыс түсіну кезеңі болады. Мысалы, екі санның қосындысын табу керек болсын берілген тапсырмада. Екінші кезең есептің математикалық моделін құрастыру. Екі сан дегеніміз мұндағы А, Б, яғни математикалық моделі А қосу Б. Келесі кезең алгоритмін құрастыру. Яғни математикадағы А қосу Б тең С емес, керісінше формальды түрде орындалуы алгоритмде бізде меншіктеу белгісі сол жақтан бастап жазылады. С тең А қосу Б. Одан кейін кезең жобаны құрастыру кезеңі бар. Алгоритм программалау тіліне аудару кезеңі бар. Және ең соңында бұл кезеңде өздерің білесіңдер, жобаны құрастыру кезеңде біз жаңа файл ашып құрастырамыз. Одан кейін алгоритмді программа тіліне аудару кезеңі, барлық қажетті сөздерді біз программалау тіліне аударамыз. Өз программалау тіліне аударамыз. Және келесі кезең деректерді енгізу және тестілеу кезеңі. Мұнда біз барлық программалар жазып болғаннан кейін міндетті түрде программаны іске қосамыз, қажетті деректерді енгіземіз, тексереміз. Егер қате бар болатын болса, онда келесі кезеңге ауысамыз, тестілеу және қатесін түзету кезеңіне. Және барлық қателерді жөндеп болғаннан кейін есептің нәтижесін алу және талдау ең соңғы кезеңіне келіп жетеміз. Яғни адамның өмір сүру программасына ұқсас. Мынандай бір тапсырманы орындап көрейік. 138-ші бетте ағашты тең бөліктерге ажырату жобасы бар. Мынандай бір ағаш берілсін бізге. Мынандай бір ағаш берілсін. Осы ағаштың ұзындығы 24 метр. Бірінші дерек, бірінші айнымалы. 24 метр. Тең 24 метрге тең ағашты 6 бірдей бөлікке кесуге бола ма? Яғни екінші дерегіміз 6. Кесіп көрейік. Яғни тапсырманы біз дұрыс түсініп жатырмыз ба, дұрыс түсінбей жатырмыз ба? Осы кезеңде отырмыз әзірге. Яғни теңдей 4 бөлікке бөлуге болады. Кешіріңіздер, теңдей 6 бөлікке бөлуге болады. Олар 4 метрден болады деген сөз. Енді бұны қалай анықтадық? Келесі математикалық модельді құрастыру кезеңі бар. 24 бөлу 6 деген. Егер 4 болатын болса, яғни 4 бөліктен деген сөз. Міне тұр. Математикалық моделі қалдыққа бөліне ма, бөлінбей ма? Яғни қалдықпен бөліне ма, бөлінбей ма? Егер қалдықпен бөлінбейтін болса, онда бірдей бөлікке кесуге болады деген сөз. Яғни барлық бөлігі тең деген сөз. Ал егер қалдықпен бөлініп кететін болса, онда қалдық бар болады деген сөзді. Мысал үшін, мына жерде мынандай бір ағашты алыпты тағы да. Екінші мысалды қарастырайық. Теңдей 4 бөлікке бөлу керек болыпты, міне. Ұзындығы 13 метр ол ағаштың. Бірінші 3 бөлігі 3 метрден болды да, және соңғы 4-ші бөлігі 4 метр болды. Яғни қалдық 4-ке. Қалдық 1-ге тең болғандықтан, сол бір қалдығы бір бөлікке қосылып кетті, 1 деп. Бұл неге қосылады? Егер тең бөліктерге кесу мүмкін болмаса, бөліктердің айырмашылығы 1-ден артық болмайтындай. Егер 14 метр болған жағдайда, 13 емес, 14 метр болған жағдайда, онда бізде мына жерде 3-ші бөлікте 4-ке тең болатын еді. Яғни бірінші 2 бөлік 3 метрден болатын болса, екінші
жағында тұрған 3-ші және 4-ші бөліктер бізде 4 метрден болар еді. Неге 5 метр болмайды? Өйткені тапсырмада бізге бірден артық болмайтын бөліктерге бөлу керек деп тұр. Яғни дұрыс түсіну, яғни есептің шартын дұрыс түсіну кезеңі міне осы жерде. Бұлай қарап отырсақ, барлық кезеңдер есепті шешу барысында бір-бірімен алмасып жатады, яғни бір-бірімен араласып жатады. Бұны өйткені барлығын бір-бірімен тығыз байланыстылығын көруге болады. Енді қазір сіздерге мынандай бір программаның денесін беріп тұрмын, яғни программа коды берілген бізде Python программалау тілінде. Біз ағаштың ұзындығын енгіздік, әрбір бөліктің санын енгіздік. Мына жерде міндетті түрде жолдық тип бізге қажетті болады, S айнымалысы, өйткені бізге бөліктерді санын шығару керек болады. Естеріңізде бар болса, мына кестеде бізде бөліктер саны міне тұр, және міне тұр, яғни 3 мысал берілген бізге. Тексереміз. Ағаштың ұзындығын әрбір бөлікке бөлген кезде қалмайтын болса, яғни қалдық нөлге тең болатын болса, онда ағаш тең бөлікке бөлінеді дейміз. Біздің мына бірінші мысалымыздағыдай. Егер екінші мысалға сәйкес болатын болса, яғни 13-4 немесе 14-4 болатын болса, немесе 15-4 болатын болса, жалпы ол қалдықпен бөлінеді деген сөз барлығы да. Онда тең бөлікке бөлінбейді, ол қалдықпен бөлінеді. Яғни бізге мына сандар шығу керек нәтижесінде. Берілген мысалға байланысты. Енді оны программада орындап көрейік қалай болатынын. Программаны іске қосып көрейік. Енді әзірге бізде ешқандай қате жоқ, дегенмен бір қате жіберіп көрейік кішкене. Алдыңғы кезеңдерді қарастырып көрейік. Мысал үшін, мына жерде мынандай str дегенде жолдық типке ауыстыру функциясын алып тастадым. S әрпін тексеріп көрейік. 24 ағаштың ұзындығы, әрбір бөліктің саны 6. Enterді басамыз, қате шығып тұр. Қате бізде tr деген айнымалы анықталмаған. Жалпы tr деген сөз анықталмаған деп тұр. Is not defined. Оның қатарын көрсетіп тұр, яғни сілтеме. Осы сілтеме арқылы біз табамыз, яғни 10-шы қатарда деп тұр. Міне сілтемесі. Болды, 10-шы қатарға барайық. Санаймыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни қыздар, жігіттер, біз қазір тестілеу және қатесін түзету кезеңінде отырмыз. Run module. Run module. Өзгерістер сақтайсыз ба дейді, әрине келісемін. Енді тексеріп көрейік. 24-ті 6 бөлікке бөлетін болсақ, ағаш тең бөлікке бөлінеді. Яғни қалдықсыз бөлінген жағдайда тең бөлікке бөлінеді деп шығып тұр. Өйткені мына шартта бізде солай көрсетілген. Ал енді мына 4, 4, 4, 4, 4 деген сандар қалай пайда болды? Ол мына жерден пайда болды. Енді біз тағы да бір басқа санды, басқа бір мысалды қарастырып көрейік. 14 метр болсын ағаштың ұзындығы, әрбір бөліктің саны 4-ке тең болсын, яғни 4-еу болсын ағаштар бөліктер саны. Enterді басамыз, ағаш тең бөлікке бөлінбейді деп тұр. Сәйкесінше, алғашқы 2 бөлігі 3-ке тең болады да, кейінгі 3-ші 4-ші бөліктері 4-ке тең болады. Бірден асып кетпеу керек. Яғни соңғы бөлік 5 болмау керек. Тапсырма бойынша бізде бөліктердің айырмашылығы бірден артық болмау керек. Бірден артық емес. Яғни 3 ба, онда бірден артық емес, ол 4. 5 емес. Тағы да бір мысал қарастырып көрейік. Кітаптан бөлек болсын. 37-де 4 болсын. Enterді басып тексереміз. 9, 9, 9, 10. Яғни 37 метр болсын ағаштың ұзындығы. Оны 1/4 бөлікке бөлетін болсақ, ол 1/4 бөлікке бөлінбейді өкінішке орай. Өйткені бір қалдық қалады, сол қалдықты біз бір бөлікке қосып жіберуіміз керек. Ал егер қалдық 2 болатын болса, онда 2 бөлікке қосып жібереміз. Қалдық 3 болатын болса, 3 бөлікке қосып жібереміз, тағы сол сияқты. Және есепті шешу кезеңінің ең соңғысы, ол есептің нәтижесін алу және талдау. Мұны қазір біз сіздермен бірге қарастырып тастадық. Енді сіздерге тапсырма болсын. Қазір ол тапсырманы мен Google Classroom программасына енгізетін боламын. 142-ші бетте бізде сұрақтар айдары бар. Сұрақтар айдарының 1-ші, 2-ші және 3-ші сұрақтарына жауап беріп, маған жіберулерің керек жауапты. Одан кейін
тапсырмалар айдары бар. 142 бетте баскетбол ойын жобасын құрастыру керек. Тапсырма оңай. Нәтижесі мысалдары бізде көрінген. Нәтижені алу арқылы сендер программаны дұрыс орындай аласыңдар деп мен сенемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.